Жаратқан иеге сеніміңді арт. Игілікті істерді істей бер. Елде тұрып, аман есен бола бер. Забур жыры 36 тарау 3 аят. Сеніміңді артта, игілікті істей бер. Бұл сөздерді Киелі рух тамаша жүйелікпен орналастырған. Біз алдымен сенімге ие болуымыз керек. Ал кейін осы сенімімізден игілікті істер туындауға тиіс. Құдайға үміт арту бізді қасиетті істерге талпындырады. Біз алдымен өзіміз Құдайдан жақсылық күтеміз. Тек сонан кейін ғана басқаларға жақсылық жасаймыз. Біз Құдайға үміт артып, қарап отырмаймыз. Керісінше бар күшімізді жинап, Құдайдың біз арқылы әрекет етуін күтеміз. Біз тіршілік қамына тым беріліп кетіп, жаманшылық жасауға тиіс емеспіз. Керісінше, Құдайға үміт арта отырып, жақсылық жасауымыз керек. Дұшпандарымыз шамасы келсе, бізді жойып жіберген болар еді. Бірақ біз Құдайға үміт артып, игілікті істер істеуіміздің арқасында әлі де өмір сүрудеміз. Біз Мысырға қайтадан бармаймыз. Керісінше, Құдайдың құдіретті елінде, иеміздің патшалығында мәңгі қаламыз. Иеміздің жаулары ойлағандай, бізден оңай құтылу мүмкін емес. Олар бізді итеріп тастай алмайды, және олардың бізден қорықпауы мүмкін емес. Біз Құдайдың өзімізге тағайындаған жерде тұруымыз керек. Сонда біздің жердегі тіршілігіміздің қамын кім ойламақ? Алайда Құдай бізге шындықты берік сақтап жүр деп бұйырады. Құдайдың ақиқат екендігі қалай шын болса, оның өз таңдауларының қамын ойлайтыны да дәл солай шын. Олардың міндеті оған сенім артып, игілікті істерін істей беру. Құдай оларды бұрынғы пайғамбарларын тамақтандырған сияқты қарға арқылы, әбди арқылы, немесе жесір әйел арқылы тамақтандырмаса да, бәрібір әйтеуір бір жолын тауып тамақтандыратын болады. Сонымен, тіршіліктің қамын жеген барлық мазасыз ойлар бізден аулақ кетсін.